Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта қазақ тілі 2-ші сынып 1-ші сабақ. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Тақырыбымыз тіл және сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не? Сөйлеу туралы білетініңді есіңе түсіреміз. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беремін делінген. Сонымен балалар, 1-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бірі-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Енді сұрақтарға жауап бер дейді балалар. Сөйлеу не үшін қажет? Адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет. Екінші сұрақ. Тіл арқылы адамдар не істейді? Тіл арқылы адамдар бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, және де кеңеседі. Енді екінші тапсырмасы, алғашқы 2 сөйлемді көшіріп жаз. Ол сөйлемдерде қанша сөз бар дейді. Алғашқы 2 сөйлем бұл жерде балалар сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін қажет делінген, е? Бұл сөйлемде неше сөз бар? Енді бірге санайық балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сөз бар екен, е? Яғни осы 2 сөйлемді көшіріп жазасыздар. Сонымен қатар балалар сөйлемдерінде қанша сөз бар екенін жазасыздар. Яғни бірінші сөйлемде 3, бірінші сөйлемде 3 сөз бар, екінші сөйлемде 9 сөз бар, е? Сонымен балалар барлық 12 сөз бар, е? Балалар, енді ережені есте сақтаймыз. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. Осы ережені ұмытпаймыз. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. Енді екінші жаттығуды орындаймыз балалар. Суреттерге қара делінген. Төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола ма? Бірінші сөйлем. Оқу мен жазу егіз дейді. Немересі оқып отыр, е? Атасы оқып тұр, немересі жазып отыр. Екінші суретте мен қимыл түсінісу құралы. Яғни баласы ымдап жатыр, анасы қасында түсініп қарап тұр, е? Үшінші сөйлемде жан-жануарлар сөйлей ме дейді. Мысық неге мияулайды деп жазылып тұр, е? Яғни балалар бұл жерде суреттердің атауы бола алады. Бұл сөйлемдер суреттердегі келеді, е? Енді сұрақтарға жауап бер дейді. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? Яғни немересі мен атасы жазбаша сөйлемді жазып жатса, қолданса, е, сөйлеуді. Ал енді бала мен анасы ол ауызша сөйлеуді қолданып тұр, е? Қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма дейді. Қимыл мен ымның көмегі бар, е? Үшінші сұрақ, жан-жануарлар сөйлей ме? Жан-жануарлар сөйлемейді, өйткені олардың тілдері жоқ, е? Осылайша балалар суреттерге қарау арқылы оны біле аламыз. Үшінші жаттығу, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Адамға ғана тән жан-жануарлар, олар тек шығарады. Ал енді бұл жерде керекті сөздер балалар дыбыс, сөйлеу, сөйлей алмайды деген. Сөйлеу адамға ғана тән. Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады, е, балалар? Осылайша керекті сөздерді пайдаланып, көп нүктенің орнына осы сөздерді қойып жазасыздар. Енді балалар, екінші ережемізді есімізде сақтаймыз. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Яғни балалар, сөйлем дегеніміз сөздерден құралады, е? Ал сөйлемнің ең алғашқы сөзі, бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Осыны әрдайым есімізде сақтаймыз балалар.
Ал енді шығармашылық үзіліс 4-ші жаттығуымыз тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің. Осы жаттығуды балалар өздеріңіз сыныпта достарыңызбен, парталас достарыңа айтып бересіздер, иә? Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Сау болыңыздар балалар.